Бұл табандылық па, сырттан келген бір тапсырма ма, әлде ішкі сенім бе? Мен енді андай соқ қалғаннан кейін Қазақстаннан көңілім қалды ғой, шын айтамын. Күресуге бел байладыңыз. Мен осы елдің азаматымын ғой. Қалай да болса мені қыса бергеннен о пайда не? Президент мен жаңақты тыңдады да, оқыпты. Маған бірден айтты, өте дұрыс деді. Қасым-Жомарт Кемелұлы дұрыс деді. Дұрыс деген сөзі мен үшін ол үлкен бата болды. Партияны сатыңыз деді ма? 100 миллиард ақшаның артында белгілі мүдделер тұр ғой. Тендер дегенді мүлдем алып тастау керек бізде. Керегі жоқ тендерді. Мемлекет істеп жатқан шаруаны біз істейміз деу Байтаққа қаншалықты жарасымды? Ермұхамет Ертісбаев мүлдем түсініксіз адам. Мен оны саяси хамелеон деп айта аламын. Супермен ба, түсініксіз. Ұят бар ғой. Партиялардың соншалықты халықты мазақ қылған. Өсімге ақша беретін адамдар шықты мысалға. Жоқ. Амансыздар ма? Бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Мен Абай Сейфулла. Өздеріңіз білесіздер, қазір құрылтай сайлау алдындағы үгіт-насихат жұмыстары жүріп жатыр. Партиялардың арасындағы бәсекелестік күшейе түсті. Екі бірдей дебат өтті. Саяси партиялардың мүшелерінің арасында тағы да дебат болады. Сонымен бірге партиялар бір-біріне қатысты сыни пікірлерді де күшейте түсті. Мұның барлығы саяси алаңдағы температураны көтереді. Халыққа бұл қажет, себебі 23 тамыз күні барлығымыз таңдау жасаймыз. Бұл азаматтық борыш, себебі қазақтың тұңғыш құрылтайы парламент бір палаталы қыркүйекте жасақталуы керек. Бүгін бізде қонақта сол сайлауға түсіп жатқан Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы, саясаткер Азаматхан Әміртай. Азеке, қош келдіңіз. Ағайын. Енді өзіңіздің жұмыстарыңызды көріп жатырмыз. Өзіңізді бұрыннан білеміз. 2023 жылы мәжіліске партияда түсті, Байтақ партиясы. Жеке дара өзіңіз де түстіңіз. Енді өкінішке қарай ол кезде өтпей қалдыңыздар. Сіз де парламентке өте алмадыңыз. Бірақ сонымен тоқтап қалған жоқсыз. Қазіргі уақытта алға қарай жылжып тағы да үгіт-насихат жүргізіп жатырсыздар. Қалай болып жатыр жұмыстар қазір? Әрине, біз енді осы құрылтай сайлауына 2023 жылы сайлау өткеннен кейін біз бастауды сол кезден бастап кеттік. Енді ең бастысы біздің партия 2022 жылы 28 қарашада тіркелді. Әділет министрлігінен содан бері енді 4 жылдай уақыт өтті ғой. Осы 4 жылдың ішінде қанатымызды кең жайып, тамырымызды тереңдетіп жатырмыз. Өйткені тек қана Астана қаласында емес, біз барлық облыс орталықтарында, республикалық масштабта 3 қалада, сонымен қатар әр ауданда қазір бөлімшелеріміз бар. Ауылдарға дейін жетіп жатырмыз, ауылда да адамдарымыз бар. Солардың бәрі қазір мобилизация етіп, мынау сайлауға дайындық жұмыстарын жұмыс жасап жатыр. Енді бұл айтқан кезде сайлау деген ол сайлау заңымен бақыланатын бұл үлкен саяси науқан. Бұл жерде заң бұзушылық болмау керек. Бұл сайлауға қатысудың бір бөлігі, бір мақсат, екіншісі заңның шеңберден шықпау керек. Сондықтан бізде барлық үміткерлерімізден 47 үміткермен қатысып отырмыз құрылтайға. Олардың жаңа желі графиктері бар, біздің анау бөлімшелер басшыларының желі графиктері бар. Соның бәрін біз алдын ала 2 ай бұрын алып қойдық. Сол желі бойынша, графиктер бойынша біздің координаторлар бақылап отыр. Пиар жағын біз қамтамасыз етіп отырмыз. Солай халықтың арасында жұмыс процесс жүріп кетті. Бүгін күні мен айталам, Қазақстан бойынша 1,5 мың адамдай біздің партиямыздың үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Партияның мүшесі саны қанша адамға жетті? Қазір біздің партиямыздың мүшесі 150 мыңдай шамасында, 150 мыңдай. Мүмкін одан да көбейіп жатқан шығар, өйткені соңғы 2 айда 20 мың мүше қосылды бізге Байтақ партиясына. Жаңа адамдар қосылды. 150 мың адамның барлығы бірдей дауыс беретін бермейтінде мәселе ғой. Егер де 170 мың адам дауыс берсе, шамамен қанша пайыз болу керек негізінде? Шынайы. Жоқ, негізі бізде 12,5 миллион сайлаушы бар. Енді қанша
сайлаушы сайлау учаскесіне барады. Енді 100% бару мүмкін емес қой. Бір 70-65% бару мүмкін. 75 деген қазір енді зерттеулер Жоқ, көрсетеді. енді 70 енді Иә. 70% дейтін болсақ, ол бір 7,5 миллион адамдай барады. Енді мысалы оның 10%-ы 750 мың адам дауыс беру керек. Иә. Сондықтан соған біз жұмыс жасаймыз. Ол 150 мың деген өте аз. Өте аз қой. Иә, сондықтан біз кемінде 1 миллион адамның дауысын алуымыз керек. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Иә, халық енді бұл бір ерекшелігі жексенбі күні өтеді ғой. Көбінесе адамдар демалып жатады. Үйінде телевизор көріп, немесе шаруашылығымен айналысып, ауыл шаруашылық азаматтар тауға кетіп қалады. Сөйтіп жаңағы оның үстіне бұл қазір тамыз айында өтіп жатқандықтан көп адамдар демалысқа кетіп қалып жатыр. Демалысқа. Енді қазір орталық сайлау штабы демалыс орындарында да мен ойымша жасау керек. Жаңағы адамдар келіп дауыс бере алатындай. Иә, орталықтар ұйымдастыру керек. Орталықтар ұйымдастыру керек. Айтып жатырмыз, 23 жылы сондай мәселе болды. Енді сіз бірақ байтақ деген қозғалысты 10 жылдан асып кетті ғой деймін, алға сүйреп келе жатқаныңызға. Қаншама кедергілерге тоқтап қалмай, жолда тастап кетпей, алға жүруге сізді осы не сүйрейді? Қашан көрсе Азаматхан Әміртай бір дүние жасап жүреді. Бұл табандылық па, бұл сырттан келген бір тапсырма ма, әлде ішкі сенім бе, біреуге берген уәде ме, бұл не сонда? Енді шыны керек, бұл туралы алдында да сұрақтар қойған, біз кішкене сараптама ойландық. Не мені алға жетелейді? Алға жетеді. Негізі ол барлық нәрсе балалық тәрбиеден ғой. Бала кезде мен мектепте оқыған кезде әлсіз адамдарға көмектескен жақсы көретім. Қай жерде жүрсем де, қай жерде. Өйткені бала кезде спортпен айналыстым. Енді кейбір кезде мынандай болған, мысалға жаңағы әлсіз адамды жаңағыдай топпен соғып жатқан кезде, топпен төбелесіп, солай таяқ жеп, анау адамға көмегімді көрсетіп, сонда менде мынандай сезім бар да, таяқ жесем де, анау адамға көмектесем деген ниетімді іске асырғаным үшін мен содан ләззат алатым. Жақсы, өзімді бір жақсы сезінетім. Сондай бала кезде сондай сезім бар. Оны мен жаңағы үйдегі келіншегім, жеңгең де солай деп айтады. Мен сондаймын. Өзі жақсы көрем, жауапкершілікті алып мойныма, сол жауапкершілікті соңына дейін жеткізіп, содан баруға бір адамдарға көмектесіп, одан кейін олардың ризашылығын алу деген бір өзім жақсы көрем да, сондайды. Бір білмеймін. Сол әділдікті жақсы көрем, бәрі дұрыс болса екен деп. Енді әділдік деген тоже ол андай нәрсе ғой, субъективті нәрсе. Әр адамның өзінің әділдігі бар, иә? Сондықтан енді менің шындығым, менің әділдігім орнаса, бір адамдар риза болса деген сондай бір туа біткен мүмкін бар шығар, сол мені алдыға жетелейді. Одан кейін мен ең қызығы жаңа бала кезімде мен республикалық физика математика мектебін бітірдім ғой. Ауылдан келдім, оқу қиын болды, бірақ оны алып шықтық. Олимпиада мектепті жақсы бітірдім, физмат мектебін. Одан кейін энергетикалық институт оқыдым, қызыл дипломға бітірдім. Бірақ қай жерде жүрсем де параллельно жұмыс жасайтын. Өйткені мен әр уақытта білім алу бір бөлек, екінші тәжірибе болу керек деп. Сіз вундеркинд болдыңыз ба? Енді вундеркинд болдым деп айта алмаймын, өйткені физмат мектебінде өте мықты вундеркиндтер болды. Олардың қасында мен екінші орында болдым, үшінші орында. Сондықтан вундеркинд балаларды өз көзімен көрдім, қандай болу керек. Бірақ мен предприимчивый дейді ғой, іскер болдым. Ұйымдастырып жүру, импульс беру, көзін табу, мотивировать етіп жүру, сондайға бір тірліктің тетігін тауып, бір идеяны іске асыру деген сондай болдым. Одан кейін жаңа өйткені мектепте жүргенде талай ұйымдастырдым, бір кішкентай кәсіптерді, бәрі ақша табатын, сөйтіп бәріміз тірлік жасап, сөйтіп етіміз. Одан институтта оқып жүрген кезде компьютер саттым, компьютер құрастырып, компьютер сататын, пейджинговый связь жасадық Алматы қаласында. Сондай, енді институтта мен радиотехника байланыс факультетінде оқыдым. IT, программа жазу, сондай. Сол кезде мен қалай ойладым, жаңағы мектепте оқып жүргенде, институтта оқып жүргенде мен айтқанмын, былай ойлайтын. Егер қазір мен жақсы білім алсам,
одан кейін жақсы жұмыс істесем, мен басқа адамдардан менің мүмкіндігім көбірек болады. Сондықтан мен әр уақытымды құр босқа кетірмеуім керек деп солай жүретім. Сөйтіп мектепте де жұмыспен айналыстым, институтта да. Содан кейін институт бітірген кезімде мен айттым, қалай институт бітірем, мен көп не қылдым, не істеймін деп. Содан мен бірден біздің енді энергетикалық институттың балалары оқу бітірген, олар бірден жұмысқа орналасады, өйткені мына энергетика саласы, радиотехника, байланыс, одан кейін мына IT бірден бәрі 100% жұмысқа кіреді. Соның бәрі жұмысқа келіп, мен де жаңағы Кейсел, Кемобайл деген сияқты сотовый компания шақырған кезде мен айттым, мен не үшін барам ол жаққа? Барам, айлық төлейді маған. Дедім да, мен 2000 жылы оқу бітіре салысымен Казкомнет деген фирманы аштым. Өзім жеке аштым, офис алдым. Содан кейін немен айналсам? IT, программа жазумен деп. Сөйтіп сол жұмысты бастадым. Адамдармен келіссөз жүргіздім. Одан кейін мен бала кезімнен адамдармен тез тіл тапсам. Кіммен болса, қандай қызметтегі адам болсын, үлкен лауазымдағы адам болсын, қарапайым адам болсын, бәрімен тіл тапса аламын. Сөйтіп жаңағы мен сол кезде IT байланышан министріне кіріп шықтым, институт бітіргеннен кейін. Одан кейін әкімдерге кіріп шықтым. Алматы облысы, Жамбыл облысы, Қызылорда бәріне кіріп шықтым да, оларға барам. Сол кезде 2000 жылы бір жарлық болды президенттің. Соны тауып алдым. Сонда мынандай жарлық бар. Электронды құжат айналымды енгізу және қағаз құжат айналымымен күрес деген, бюрократизммен күрес деген. Сол жарлықты алып алғам қолыма, жаңа компьютерімді алып алам. Содан кейін әкімдермен кездесем, әкімдерге айтам, мынандай президенттің жарлығы бар. Қағаз айналымды тоқтату керек. IT-ге көшу керек, компьютерға. 2000 жылдар. 2000 барам, содан көрсетем жаңа. Былай істеу. Содан мана енді ол кезде IT-ді көп біле білмейді ғой. Әкімдерде ешкім, мамандарда жоқ. Содан мана айтады әкімдер. Істей аласың мынаны дейді. Я істей аламын деймін. Қанша қаражат керек дейді. Айтам 15-20 миллион керек деймін. Соның баратта жаңа аппарат жетекшісін замда орынбасарын шақыртып, мынау қаражатты беріңдер, мынау проектті жасайды. IT, мынау президенттің жарлығы бар екен мынандай деп. Соның бетті бірден 2000 жылы қалай Казкомнеттен компания аштым, сразу 4 облыс әкіммен келісім шартқа отырдым. Әрине, тендер өтті, бәрін өттім, жеңіп алдым, келісім заңды түрде. 4 келісім шарт, одан кейін немен жаңағы байланыс және транспорт министр болды, сол министрлікпен келісім шартқа отырдым. Одан кейін үлкен бір тендер жеңіп алдым. Мынау барлық орталық министрліктерге электрондық құжат айналымын енгізу. Алдым да соның проекттің бәрін жасадым. Енді күндіз түні жүздеген адамды айтишниктерді жұмысқа алдым, жасап, бәрін істеп, бәрін өткізіп. Енді ол кезде андай локальный сет деген жоқ. Компьютерлер жоқ. Сол мен кейбір жерге жаңа былай айтқанда әкімшіліктерге тегін локальный сет орнатып бердім. Күндіз түні. Одан кейін компьютер алып бердім. Соның бәрін жасап, проектті жасадым. Сөйтіп есімде әлі 2003 жылы премьер-министрдің Даниал Ахмет ол кезде премьер-министр. Соның бөлімше бар сонда. Аймақтық даму бөлімшесі бар. Соның адамдары келіп, мамандары келіп, біздің атқарған жұмыстарымыз туралы ақпарат жинайды. Сөйтіп 2003 жылы премьер-министрге отчет береді. Сонда премьер-министр қарап, осындай аз қаражатқа осындай үлкен жұмыс жасалған көріп, резолюция қояды ғой қағазға. Барлық облыс әкімдеріне, барлық министрлікке мынау істелген жұмысты неге алыңдар деп, жұмысқа алыңдар деп. Бітті. Телефон одан кейін тоқтамайды жаңа 2003 бәрі. Сіз содан бастап байи бастадыңыз ба? Иә, содан барғанға бәрі договорға отыра бастады. И президент әкімшілігі шақырды. Президент әкімшілігі 2004 жылы барсақ құжат айналым андай карточкамен енгізілетін, біз түгел қағазсыз құжат айналым жүйесін енгіздік. Президент әкімшілігі 2004-2005-те. Сөйтіп жүрген кезде Қазақстан темір жол мені шақырды, кеңесші қылып.
информатизация, Транстелеком, тағы басқа мекемелер сонда жұмыс атқардық. Жаңа айтайын деген не? Ойым не еттім бұл жерде? Сол жұмыстарды жасадым ғой мен. Жаңа сіз сұрадыңыз ғой, табандылықты сұрадыңыз ғой, қайдан кейін? Сол жұмыстарды жасадым. Енді бизнес компаниямыз өсіп келе жатыр, мықты болып келе жатыр. Бір күні маған тиісе бастады. Тексере бастады. Енді мен жаспын. Мен үшін қорқыныш, заң бұзу деген мен үшін қорқыныш. Өйткені заңмен істеуге тырыстым ғой бәрі. Мені жаңа құқық мекемелер тексере бастады. 2006 жылы тексерді. Тексерген кезде аямай тексерді. Мен бір жаңағы бір бұл айтқанда шпион сияқты тексерді ғой бұл айтқан кезде. Мен деген таңғалғаным соншалықты, мен таңғаламын. Сонда шыны керек қой, анау сұмдықты көрген кезде мен, сонда кейін білсем, бір генералдың, үлкен аты жөнін айтпай қояды, генералдың баласы сондай жұмыспен айналысады екен. IT жұмыспен. Жаңа біздің жұмысымызды баласына алып беру үшін ана генерал осы соның бәрін ұйымдастырған екен. Мен бәрін кейін білдім, бірақ оны тоқтатудың өзі оңай болған жоқ. Ол жерде шыны керек, маған көмектесті. Сол кездегі президенттің канцеляриясының басшысы болған. Сол кісіге барып, ол кісі енді бәрін көріп, тексеріп, әйтеуір бәрін тоқтады. Бірақ бәрі заңды тексеріп түкісте алмады. Сол кезде, жоқ, одан кейін не болды дейсіз ғой? Менде ішкі дүниемде былай айтқанда взрыв. Қалай? Мен бұл әділетсіз ғой. Енді әділетсіз ғой. Күндіз-түні жасаған ісіңді, қанша сенің біліміңді, тәжірибеңді қосып, өзің жауапкершілік алып, өзің кейбір кезде былай айтқанда өз шығын жасап әдемі бір нәрсені неған кезде қол жетімділік жасап, мені қысымға алған. Қысымға алған кезде жай алған жоқ. Мемлекеттің барлық ресурстарын қосты. Телефоным тыңдалды, артымнан адам қойып қойды, үйге әке-шешеме звондап, достары деп звондап, ақпарат не қылды, барлық жерден. Кәдімгі мен бір оғы сырттан келген бір шпион сияқты қараған кезде, мен айттым, одан кейін мен есімде бәрін әйтеуір заңды дәлелдеп, заңды болғаннан кейін, сонда бір заң бар. Сол заңды адамдардың бәріне пайдалануға болады екен. Сол заңмен неғымақшы оны. Кейін түк шықпады, бәрі жақсы болды ғой. Сол 2007 жылы мен енді андай соқ қалғаннан кейін мен Қазақстаннан көңілім қалды ғой. Шын айтайын. Жаспын ол кезде, жасым 28-29-да. Мен не бол? Жасайсың, әдемілеп өсіресің. Біз сол кезде ары қарай кеткенімізде біз деген өте үлкен әлемдік дәрежеде компания құруға болушы еді. Аяқтан шалды. Содан қарасаңызшы. Содан мен көңіліңіз қалды. 2007 жылы көңілім қалды. Мен мынау сұмдық қой дедім. Көңілім қалды. Содан жаңа келіншегіммен ақылдасып, мен айттым, мен шетелге кетем дедім. Бітті, мына жақта мүмкін емес. Кәсіп ашайын десең, кәсіп мынау деген сұмдық қой. Мен соққы болды енді, сұмдық. Енді мемлекеттік ресурс деген мықты ғой ол. Мемлекеттік ресурс қосса, көрінді енді шырайландырып жүреді ғой. А мен не үшін маған қосады? Мен осы елдің азаматымын, мен ашықпын, салықты төлеп отырмын, жұмыс орындарды ашып отырмын. Не үшін деп. Сонда мен өзіме шешім қабылдадым сол кезде. 2007 жылдың соңы етін шетелге кетем деп. Содан 2008 жылы Англияға кеттім. Кембриджде ағылшын тілін оқыдым. Сөйтіп бір 3 айдай болдым да Қазақстанға келіп 2008 жылы жылдың соңында жанұямды алып кеттім Америка құрама штатына. Сол Америка құрама штатына бардым. Енді жас 29-дамын, жаспын. Менің ойым, 2 балам бар. 2 баламды жаңа балабақшаға орналастырдым, мектепке орналастырдым. Сөйтім де енді жұмыс ашу керек қой, мен жаспын ғой, тірлік ашуым керек. Нарықты зерттедім, базарды зерттедім. Ол жерде Америка құрама штатында әр кәсіптің өзінің лоббировать ететін конгрессмендер болады екен. Көрінген кәсіпке кіру үшін сен бірінші сол конгрессмендермен сөйлесің. Сөйтіп мен біздің қазақтың диаспорасы бар екен, солармен сөйлесіп,
бір конгрессменге шықтық сол кезде. Мен енді ойым үлкен кәсіп ашу болатын сол жерде. Мен Сан-Францисконың қасында Пасифика деген қалашық болды, сол жерде тұрдым, Тынық мұхитының бойында, сол жерден үй алып, арендаға алып, сол жерде тұрдым. Сөйтіп балаларым мектепке барады, сабаққа, жаңағы балабақшаға барады, ұлым. Сөйтіп ағылшын тілін оқимын, сөйтіп жаңа жұмысты бастап, сол ойладым, бітті. Енді мен Америка құрама штатында үшін кәсіп ашам, үлкен қылып кәсіп ашам, бар күшім салам. Сол 40 жасқа дейін сол үлкен кәсіп ашып не қылсам, елге келіп, содан кейін елге келіп көмектесем, қолдаймын деп сөйтіп не қылдым ғой. Сөйтіп бастап жаңа жұмыстардың бәрін, тірліктердің бәрін бастап не қылдым. Сөйткен кезде 2009 жылдың соңында мен туған әпкем, апам, туған әпкем және жеңгем жол апатынан қайтыс болады. Олардың балалары бар, кішкентай. Сөйтіп содан мен жаңағы енді қалай да болсын әке-шешеме көмектесуім керек қой. Сөйтіп жаңағы сөйден жанұяммен ақылдасып, мен барайық, әке-шешеме көмектесейін, мүмкін болса сол қайттан келеміз деп. Сөйтіп 2009-да келіп, өйткені балалары бар кісілердің көмектесу керек, қолдау керек. Сөйтіп мен Алматыға келіп, әке-шешем қасында болып, оларға қасында болдым. Сөйтіп жүріп, қайттан Қазақстанда қалып қалдым. Сөйтіп енді ояқта жүргеннен кейін кәсіп ашу керек қой Қазақстанда. Тағы да кәсіп аштым. Үлкен кәсіп ашып жұмыс жасай берген кезде тағы да сондай жағдайға жеттім. Сондай енді бұл жерде енді мен барлығында адамдарды кінәлай бергенмін. Менде де бір қателіктер болған шығар. Бірақ енді мен осы елдің азаматымын ғой. Қалай да болса мені қыса бергеннен о пайда не? Ақшасы бар екен деп қыса беретін болса, ол болмайды ғой. Ол өйткені мен кәсіпкермін ғой. Мен кәсіп болғанда менде ақша болса, мен кәсібіме салам. Кәсібім көтерілген сайын ол жұмыс орындары, салық төленеді. Мен қалтама салып бір шетелде демалыста жүрген жоқпын ғой. Ол сондықтан кәсіпкер деген ол әр уақытта жұмысқа қаражат салатын адам. Сөйтіп сондай нәрсені көріп, сол кезден кейін мен жаңағы соң айттым, қой, мына болмайды. Мына жерде енді бұл анау сөз бар ғой, саясатпен сен саясатпен айналысаң, саясат сенімен айналысады деген. Сондықтан мынау не қылу керек деп. Сөйтіп мен осы партия құруға 2013 жылдан бастадым. Бірінші рет ол кезде теледидарға, микрофонға, камераның алдында сөйлей алмайтынмын мен мүлдем. Күресуге бел байладыңыз. Күресуге бел байладым. Сөйтіп бірінші теледидарға шығып, тікелей эфирлерге, дебаттарға шығып, сол кездерден бастап, сөйтіп 2015-ке дейін жетіліп алдым да, 2015-те қозғалыс құрам, партия құрам деп, содан сөйтіп келдім міне. Сондықтан көрдіңіз бе, сол әділетсіздіктерді көріп, одан кейін жаңағы өзімнің адамға көмектесем, өзім бір ләззат алатын бір сезім алатын бір сондай нем бар, соның бәрі қосыла келе, осы партияның жолына шығып кеттім, содан мені келе жатырмыз ғой. Қанша адамға көмектесе алдыңыз осы күнге дейін? Енді айта алмаймын мен оны, көп енді барынша көмек сұрап келген адамға көмектесуге тырысамын әр уақытта. Қай жағынан болсын, әлім жеткенше. Егер мен қаржылай, материалды көмектесе алмасам да, ақыл кеңеспен көмектесем. Өйткені менің ол өмірлік ұстанымым. Бір жағынан қызық. Мен адамдарға көмектессем, мына жақтан бар ғой, менің жақындарыма басқа жақтан қолдау көмек келіп жатады да, өмірдің заңдылығы екен да, адам жақсылық жасаса, жақсылық басқа жағынан келеді екен әр уақытта. Ол өмірдің заңдылығы. Осы жолда сізге қандай үлкен шенеуніктер көмектесті? Қандай адамдар көмектесті биліктегі? Енді партия құруға ешкім нақты көмектескен жоқ па? Кімнің арқасында партия құрдыңыз? Негізі мен айтайын. Қазақстанда партия құру айтпақшы оңай шаруа емес. Өйткені бұл партия деген ол идеологиялық ұйым. Саяси партия ол таза идеологиялық ұйым. Таза идеология. Мен енді көрдіңіз бе, стратегия, маркетинг, анализ, сараптаманың мен соны білім алғам ғой. Америка құрама штатында, Мәскеуде мен ол мамандығым. Мен әр затты жасар алдында мен сараптама жүргізем. Тек қарайым. Бұның болашағы бар ма, жоқ па деп. Сол кезде мен сараптама жүргізген кезде бізде Қазақстанда экологиялық партия жоқ екен.
Сондықтан мен осы тақырыпқа келдім. Ол кезде оның алдында мен эколог. Ниша екенін білдіңіз ғой, иә? Сондықтан мен бұны, бірақ біз жасылдар деп атадық, өйткені жасылдар деген сөз ол саяси идеология. Экология деген ол мамандық, ғылым ол. Ал жасылдар деген, сондықтан біз жасылдар деген тақырыпты алып осы жерде партия құрамыз дедік. Енді шыны керек, біз енді 2016 жылы бірінші қозғалысты тіркедік қой, республикалық. Сол кезде экологиялық қозғалыс байтақ тіркедік. Сол кезде біз ақсақалдармен ақылдасқан кезде бір мықты адам шақырайық деді, осы қозғалыстың атын бірден шығарады. Сол кезде бәрі айтты, Олжас Сүлейменовті шақыру керек деді. Сөйтіп біз Олжас ағаның хабарласып, телефонын алып сөйлескен кезде ол кісі бірден айтты, экология болса мен қолдаймын деді, экологияны. Если экология, я буду поддерживать деді. Я готов деді, айтты Олжас ағамыз. Содан Олжас ағамыз ұшып келді, пресс-конференция өткіздік. Енді онда Олжас Омарұлы қандай адам? Ұлы адам ғой ол кісі. Ол қазақтың маңдайына біткен, ондай ұлы адамды, адамның қолдауын алғаннан кейін біздің қанатымыз былай ашылып, құс болып ұша бастадық та. Содан енді ондай адам сенгеннен кейін біз сол кісінің сенімін ақтау үшін әртүрлі үлкен шаралар өткіздік. Конгресс, дискуссионный площадка, бәрін жасап сонда. Сол кезде мен есімде Қасым-Жомарт Кемелұлы ол кезде сенаттың спикері етін. Сол кезде Олжас Омарұлы бізге жаңа конгресстерге келеді ғой. Содан жаңағы одан кейін Қасым-Жомарт Кемелұлымен кездеседі Олжас Омарұлы. Енді онда ол кездескен кезде құр кездеспейді ғой, жастар пайда болды, экологиялық қозғалыс, байтақ деген экологиялық қозғалыс құрды. Бұл қозғалыс осындай жұмыстар атқарып жатыр деп айтады ғой. Қасым-Жомарт Кемелұлы оны естиді, біледі, қарайды. Бір жағынан қарап отырады. Енді ел спикер, сенаттың спикері, ол елді басқарып отырған екінші адам ғой. Сондықтан ол халықта не болып жатқанын бәрін көріп отырады ғой. Қарап, сол кезде бізді сырттай жайлап қарай бастады, бақылап жүрді. Одан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа президент болғаннан кейін, енді президент болған кезде маған мүмкіндік туды президентке кіріп шығуға. 2019 жылы мен президентпен кездестім. Сол кезде жаңағы президентке, сонда мен енді бірінші рет кездестім ғой сөзі. Сонда мен президент Қасым-Жомарт Кемелұлының қандай адами қасиетін сездім да. Енді бізде кішкене өмір көрдік қой, енді адамдар білеміз. Ана сондай бір мейіріммен мені қарсы алды ғой сол кезде ше. Содан жаңа мен сондай мейіріммен қарсы алғаннан кейін мен де ашылып кеттім, ойымды айттым. Жаңағы мен сол кезде РОП деген үйім болған. Оператор РОП. Соның ұрлығын айттым. Президент оны естіген кезде қатты ашуланды, тапсырмалар берді. Одан кейін мен екінші болып айттым, осы жақын болашақта біз Қазақстанда экологиялық партия құрамыз, жасылдар партиясын құрамыз деп айттым. Сол кезде президент мен тиянақты тыңдады да, оқыпты. Маған бірден айтты, өте дұрыс деді. Жасылдар партиясы ол мысалға Европада, мысалы елдерде, дамыған елдерде жасылдар партиясы десе бірден төрге отырады дейді. Ал егер мысалы сондықтан бұл идеология әлемдік дәрежеде мықты екен президент. Енді біледі ғой. Президент геополитиканы біледі ғой қандай. Деп айтып мені қолдады. Дұрыс деді. Ол бізді енді имидж қой мемлекетіміздің. Мысалы қараңыз, жасылдар партиясы қай жерде жоқ? Тоқаев ашық қолдады. Себебі бұндай партия керек деді. Жасылдар партиясы қай жерде жоқ? Солтүстік Кореяда жоқ, араб елдерінде жоқ, авторитарный режимдер бар ғой, қатты. Оларда жоқ қой жасылдар партиясы. Жасылдар партиясы қайда бар? Дамыған демократиялық елдерде бар. Ол елдің имиджі. Біз енді сол әділетті Қазақстан, демократиялық еркі осындай елде тұрғандықтан бізде әрине жасылдар партиясы болу керек. Сода президент Қасым-Жомарт Кемелұлы дұрыс деді. Дұрыс деген сөзі мен үшін ол үлкен бата болды ғой, бата.
Мен алдымда содан кейін сол жерден шыққаннан бастап қозғалысты партия құрамыз деп, содан бері 2009-дан бері әділет министрлігіне біз 18 рет өткіздік құжатташы. Енді әрине ол кезде партия туралы заң өте қатал болды, талап көп болды. Талаптарға сәйкес ету үшін кемшіліктер болды, бірақ соның бәрін дұрыстай келе 2,5 жылдың ішінде 18 рет өткізіп 2022 жылы 28 қарашада біз тіркеуден өткіздік қой. Бұл да табандылық қой. Иә, өткіздік. Сонда бірақ сөз президент Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқан, Жасылдар партиясы туралы өз ойын айтқан кезде, және ол дұрыс екенін айтқан кезде, ол мен үшін бата болды. Старт берді ғой, табандылыққа маған жолды бағыттады. Соның өзінде 2023 жылы өтпей қалдыңыз. Енді 2023 жылы сіз жеке дара шығып кеттіңіз ғой. Өзіңіз бір мандатпен түсем деп Астана қаласынан. Иә. Қателік болған жоқ па? Негізі біз барлық нәрсені Абай атамыз айтқан. Сабақ алдыңыз ба? Абай атамыз айтқан, үйренді жирен дейді ғой. Біз барлық нәрсені үйренеміз ғой. Біздің қателік те бізге ол жақсы тәжірибе. Сондықтан 2023 жылы әрине ол жерде біз 20 қарашада тіркелдік. 2 айдан кейін сайлау өтті. Ал біз ойлаңыз, 1 айда 20 филиал аштық, 20 филиал тіркедік. Сол 2023-дегі мәслихат және мәжіліс сайлауына 184 үміткермен біз кірдік қой. 184 үміткер, ойлаңызшы. Енді мен мысалы 2023-те жеңілдім деп айта алмаймын. Мүмкін мәжіліс парламентте өткен жоқ шығармыз, бірақ біз мәслихаттарға өттік қой. 30 мәслихат депутатымыз бар бүгінгі күні біз. Әрқайсысы бізде мынау мықты қалаларда, мұнайлы өңірлерде біздің мәслихат депутаттарымыз бар. Сондықтан ол да бір маған саяси тәжірибе болды. Үлкен саяси тәжірибе болды. Сондықтан сол кезден бастап, өйткені біз қателікпен жұмыс жасаймыз ғой. Сол кезде қандай қателіктер жібердік? Сол кезден бастап біз осы құрылтайға қанша 3 жыл өтті ғой. 3 жыл бойы осы құрылтай сайлауына дайындалып келдік қой. Енді біз 1,5 адам Қазақстан бойынша жұмыс жасап отыр. Сіздерде 3 жылдың ішінде тынышталып қалды, сосын сайлау басталатын кезде оянды дегендер де бар. Ол пікірмен келіспейсіз бе? Енді қараңыз, ол былай ғой. Сайлау науқаны деген ол кішкене ерекше уақыт. Сайлау науқанында халықтың бәрі сайлау не болады екен деп қарайды. Ал біз күнделікті жұмыс істеп жүрген кезде, сайлау науқан емес кезде жүрген кезде адамдар өздері көңіл бөлмейді да бізге. Біз жүреміз. Неге жұмыс істеп жүресіз? Біз мысалға Олжас Омарұлы Сүлейменовті Нобель лауреатына ұсындық. Қашан ұсындыңыз? 2025-те ұсындыңыздар. Желтоқсанда ұсындық. Біз тағы да басқа көптеген, бұның бәрі біледі ғой. Қаншама жұмыстар істеліп жатыр, халық құлақпен естиді, бірақ оны партия ұйымдастырып жатқанын білмейді мысалы. Сондықтан біз тоқтаған жоқпыз дедік. Ең бастысы былай ғой. Қазіргі бізде 1,5 адам жұмыс істеп жатыр ғой. Біз сол 1,5 адамымызды мықты актив жасауымыз керек та. Сол 1,5 адам қалған адамдарға жеткізеді. Әрқайсысы 1000 адамға жеткізетін болса, 1,5 миллион адам бізді, партиямызды біледі. Сондықтан біз бірінші сапаға жұмыс істейміз, одан кейін санға жұмыс жасаймыз. Міне ол барлық менеджментте бар зат. Енді сіздің бизнесіңізді тартып алғысы келгендер көп болды деген әңгімені өзіңіз айтып отырсыз. Партияңызды да рейдерлікпен тартып алғысы келетіндер көп пе? Әрине. Өйткені қазір саяси партия деген ол мықты актив. Өте мықты актив ол. Өйткені мынау Жасылдар партиясы бұл әлемдік актив. Сондықтан әрине бәрі қызығады. Ақшасы барлар қызығады, олигархтар қызығады, биліктің айналасында жүрген адамдар қызығады. Мысалға, экология министрі Жасылдар партиясын басқарам деген ниеті болған екен. Оны қазір Ерлан Нысанбаевты айтып, о кісіге күйе жаққандай болмаймыз ба? Ол рас әңгіме ме? Жоқ, былай ғой, енді бір жерде айтқан екен ол кісі, мені Жасылдар партиясының басшылығына шақырды депші. Мен келіспедім деп айтқан екенші, ол кейін. Сондықтан мен ол ақпарат... Ондай болған жоқ па бірақ? Шақырған жоқсыз ба? Шақырған жоқсыз ба? Жоқ, мен ол негізі
мен министрге телефон шалдым осы А. сайлаудың алдында, өзімді шалып айттым, осы Ереке, енді Кандидат болыңыз деп. жасылдар ертеңгі құрылтайда мықты болу керек. Иә. Бізге қаншама заңдар жазу керек, экологиялық заңдар, су кодексін, кодексті, оны бірігіп жасауымыз керек қой. Сондықтан сіз үміткерлер беріңіз деп, мықты эколог, мықты адамдар беріңіз деп, мен оның алдынан екі ерге шыққам. Сол кезде айтқан, қараймыз деп неған, бірақ кейін жігіттер арқылы, әңгіме арқылы естідім, оған ұсынды дейді, ол келісім бермеді дейді. Енді біріншіден оған кім ұсынды? Одан кейін ол келісім бермеді ма, берді ма, ол да екінші сұрақ. Көрдіңіз бе? Бұл жерде мәселе әңгіме болып тұр ғой. Ал сондықтан олар енді биліктегі адамдар ғой. Ол биліктегі адамдар. Олардың құзыреті өте күшті, ресурстары мықты. Ол енді сондықтан ондай адамдар әңгіме болғаннан кейін, оның бір мына жақта тірліктері болып атады ғой. Сондықтан оның бәрін біз зерделейміз, сараптаймыз, қараймыз. Мен енді айтар едім. Олигархтардан кім тартып алмақшы болды? Енді олигархтардан енді олар көрінбейді ғой, олар біз білмейміз ол. Олардың 2023-те маған келген бір жігіт, осылай бір олигархтар партияға қызығып жатыр деп. Мен айттым, сол кезде жоқ дедім. Маған мемлекет сенді. Партияны сатыңыз деді ма? Сатыңыз деп айтқан жоқ қой, енді бір нәрсе деп айтты, түсінбей қалдым, мен нақты айттым. Маған айтты, енді қараңызшы, мемлекет маған партия құруға сенім артты. Мемлекет сенді. Енді мен сол партияны құрдым, енді барып мен ол партияны мемлекеттің мүддесі үшін пайдалануым керек қой. Қарапайым халық, ол тауар емес қой. Иә, сондықтан дайындап сатып жүре беретін. Иә, сондықтан ол IT проект емес қой? Иә, ол IT проект болса басқа, ол ана жер бұл партия. Ертең қалай мен осы елде өмір сүремін, ұрпағым өмір сүреді. Мен ондай қысқасы партияны сатпадыңыз. Жоқ, сатпадым, сатып алам деген ешкім болған жоқ. Жоқ, енді әңгіменің ауаны. Жоқ, ол сатпаймыз да. Ол халыққа, мемлекетке қызмет ету керек. Партия деген. Ол партияның мақсаты сол. Біз мысалға айтпақшы, біз деген халықаралық жасылдар партиясымен байланыстамыз. Моңғолия, Өзбекстан өте жақын байланыстамыз. Мысалға аймақтық экологиялық саммит өтті президенттің бастауымен. Сол кезде соның алдында біз 5-ші халықаралық конгресс өткіздік. Сонда біз жасыл күн тәртібі 2.0 деген үлкен жобаны презентация өткіздік. Біз өткіздік соны. Сол кезде экологиялық партиясы келді Өзбекстанның. Олар енді парламенттік партия Өзбекстанда. 15 депутаты бар. Енді мықты партияның бірі Өзбекстанда. Олар келді, көрді. Олар көрініп тұр, Өзбекстан президентіне баяндама жасаған. Өйткені регионалық экология саммитте біз болдық президенттердің қатысында. Сол кезде Өзбекстанның президенті сөйлеген кезде айтты, жасыл күн тәртібі бойынша біз аймақтық жұмыс жасап жатырмыз деп айтты. Сол кезде мен айттым, экологиялық партия президенттеріне жеткізген екен ғой деп, мысалы. Сондықтан бізді партияның басшылығын қазір әлемдік дәрежеде барлық Біріккен ұлттар ұйымы, Жасылдар партиясы, Европаның, Финляндия, Швеция, Швейцария, барлық жерде мен болып келдім. Бәрімен бізде келісім шарт бар. Сондықтан біз жұмысымызды халықаралық дәрежеде, мемлекетіміз ұлттық дәрежеде жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Партияңыздың съездеріне келіп, съездің күн тәртібін бұзуға тырысатын басшылықты күштеп, тағы да бастама көтеріп ауыстыруға тырысатын да осы сізге партия басшылығынан кетіруге тырысатын сыртқы күштер ма? Әрине. Өткенде партияның съезінде кандидаттарды ұсынатын кезде бізде болдық қой. Өз азаматтарыңыз шығып, сол күн тәртібіне басшылықты ауыстыру бойынша тағы да бастама көтеріп жатты. Енді мен байқадым, сіздің көңіл күйіңіз түсіп кетті сол кезде. Енді күтпедіңіз ғой деймін. Біреулер айтып жатыр ғой, ұйымдастырылған алдын ала деп, жаңағы елдің назарын аударту үшін сайлаудың алдында. Бұл сценарий Азаматханның кезекті деп әңгіме айтты ғой. Бірақ мен көрдім өз көзіммен. Сіздің көңіл күйіңіз түсіп кетті, бір күтпеген жағдай болды. Жап-жақсы көңіл күймен басталды ғой негізінде съез. Бірақ артынша сырттан бір жігіттер келді, төбелесе жаздады.
Сіз сахнада тұрдыңыз, сосын енді келіншегіңіз Қарлығаш ханым өзі де белсенді ғой. Оның да көңіл күйі түсіп кетті мысалға. Осындай бір жағдайлар болды ғой. Бұл шын мәнінде де сіз ойламаған жағдай болды ғой. Солай ма? Иә, негізі енді былай ғой, қоғамдық саяси партия деген ол да биліктің копиясы ғой, былай айтқанда. Иә. Мысалы мемлекет болса, Мгм. мемлекеттің билігі болса, ол партияда соның копиясы. Иә. Иә. Бірақ сондықтан ол қоғамдық саяси партияда әр уақытта билікке талас деген болады. Мгм. Бәрі Бірақ сізге тең келетін бәсекелес байтақтың ішінде сізден басқа ешкім танымаймыз ғой. Қалай сізге басқа басшыны қоймақшы дегенде ой туады да? Иә. Енді көрдіңіз бе, бұл жерде мен ойлап отырмын, біз мынау соңғы 3 жылда қоғамдық тыңдауларға көп қатысты, біздің экологтар. Біз 30-ға жуық жобаны қайта қараттық. Көп жобаларда ақшаларды, қаражаттарды экономдадық. Астана қаласында 5 миллиард, 9 миллиард, Өскеменде, Шығыс Қазақстанда біз 100 миллиард теңгедей қаражатты мемлекеттің экономдадық. Иә. Өйткені сол қоғамдық тыңдауларға дұрыс Жаңағы қатысқанымызға. съездегі Енді қарасаңызшы, енді сол 100 миллиард ақшаның артында былай айтқанда белгілі мүдделер тұр ғой. Ол биліктің ішіндегі адамдар да болуы мүмкін, немесе бизнестан ол міндетті түрде бар. Олар енді бізді жақсы көріп тұрған жоқ қой. Яғни олардың бәрі дайындалды. Біз жаңа қазір зерделеп жатырмыз. Сол жерде келген жігіттерге ақшалар түскен екен. Сондай жаңа алтын алмаз деген жер асты қойнауын пайдаланатын. Біз қазір біз әлі толық дәлелдеген жоқпыз. Солар ұйымдастырып. Яғни гидровиктер дейміз ғой, жер асты қойнауын пайдаланатын компаниялар, солар айтыпты, мына Азаматханды түсірсеңдер партияны, біз қаражат береміз сендерге деп сөйтіп сондай нені естіп жатырмыз. Олар бірақ партия мүшесі емес, делегат емес, өткендегі сырттан келген. Иә, делегат емес. Иә, өйткені олар енді сол бұзбақшы болды ғой, біз олар ойлады. Съездің берекесін қашырды. Олар ойлады да, біз ашық өтеді депші, кіреміз де талқандап шашып кетеміз, бәрі не қыламыз деп. Біз де күзетті қойдық қой біз. Иә. Мықты күзетті қойдық. Күзетте тұрған жігіттерді жаңа каратист жігіттер келген екен. Иә, кәдімгі спортсмен жігіттер, сақалды спортсмен жігіттер келген екен бізге. Бірақ біздің каратист сондай жігіттер, біздікі мүмкін күрестің жігіттері, күрес. Сол бізде күрес пен каратисттер ана жерде не қылған екен. Бірақ бізді отбор беріпті біздің жігіттер. Бірақ ұстап тұрған 1,5 сағат. Біз 1,5 сағатты өткізіп тастадық қой. Иә, мен айттым, қабылдадым, бірақ сіз байқадыңыз ба, бірде-бір делегат қолдап орнынан тұрған жоқ қой. Ол көріппес па? Асқарды. Иә, Асқарды. Ол бәрі мені қолдап тұрды, маған қарап тұр. Ана керек болса провокация, не деп айтып жатыр мысалғыш. Жоқ, егер бір адам инициатива берсе, делегаттарын қолдау керек, қолдау шығу керек. Осы қарайық деп. Бірақ ешкім қолдаған жоқ қой. Әшейін оның үстіне ол жігіттердің мысалға қаншалықты партияның, олардың мысалға негізі былай болу керек қой. Съезд деген ол бірден ұйымдастыра салмайтын нәрсе. Бізде бастауыш партия ұйымдардың жиындары өту керек. Одан кейін филиалдардың конференциясы. Одан кейін не үшін екен білмеймін, олар алматылық конференцияға қатыспаған. Мысалы көтеруге болушы еді ғой бұл мәселен. Қай мәселен болсын, ол партияның бастауыш партияларынан бастау болу керек. Содан бір көтерілу керек. Заңдылық бар, форма бар, жарғы бар партияның. Оның бәрі қаралу керек. Негізгі енді бұл жерде бірақ нәрсені айту керек та, әр уақытта лайықты екенін дәлелдеу керек та. Сондықтан ондай нәрсе мен тағы да өзімді дәлелдедім. Сіз тұрып бердіңіз. Иә, тұрып бердім. Жоқ, ол солай. Ол да бір күрестің бір түрі ғой. Егер партияның ішінде күрес болмайтын болса, ол әлсіз деген сөз. Ауызбіршілікті Азаматхан қамтамасыз ете алмай жатыр партия ішінде деген сөз емес пе? Жоқ. Біздің сіз өз ойлаңызшы. Бізде 20 филиал бар. Иә. Біздің саяси кеңес мүшелерінің өзі республика бойынша 250 адам. Аймақтық қосқан кезде.
қаншама мың адам партияны басқару жұмыстары қылса, Иә. яғни бөлімшелерді басқарады. Олардың бәрі сонда 1000 адам мені қолдап тұрса, қалай ол 1000 адам? Енді 1000 адам ішіне 1-2 адам шығады ғой, енді біртүрлі қаражат үшін қарсы шығатындар болады. Сондықтан біз бұл жолда сырттан көрген политологтардың бәрі мойындайды. Партия бір қалыпты ұстады өзін. Ол үлкен партияда, мыңдаған адам бар партияда 1-2 адам сөзі рөл атқармайды. Егер 1-2 адам сөзін 100-деген адам қолдаса, ол басқа нәрсе. Сондықтан біз партиямыз бұл жерде бірлікті көрсетті. Әлің көйтінде айтады, Азаматхан, біз саған осы жұмысты саған сен қасыңда жүрміз деп. Қазір біз саған күнде звондайды, мен сайлау қатысып жатырмыз, жүгіріп отырмыз. Біз ертең құрылтайда болмай қалмаймыз ба, даусымызды ұрлап кетпей ма деп, мен күнде телефон шалады маған. Бәрі айтады. Мен айтамын, жоқ, бұл жолы бәрін бақылауда ұстаймыз. Біз қалай да болсын өзіміздің дауыстарымызды дәлелдейміз, не қыламыз деп жұмыс істеді. Кешеде маған бір кісі кірді, маған айтады, Азаматхан, қараш дейді да, сайлау өту біздің елімізде керемет өтеді ғой, бәріміз оны білеміз ғой дейді. Қалай болады екен деп сұрап жатыр да мен. Мен айттым, бәрі жақсы, біз жұмыс жасаймыз, еңбегімізді біздің бағалайтын адамдар. Біз енді тілектеспіз, дегенмен осы жолда өтпей қалсаңыз не істейсіз? Қалай өтпейміз? Жоқ, енді біз тілектеспіз, халық тілектес, қолдаушыларыңыз бар, 150 мыңнан астам, 200 мың болсын, 500 миллионға жетсін. Дегенмен стратегия құрасыз, ойланасыз, Б жоспарлары деген болады. Бірақ өту керек қой. Сіз бірақ күресесіз. Парламентке құрылтайға өтсеңіз, Азаматхан Әміртай күресіп жүріп ақыры өтті дейді. Халық енді танитын азаматтар бар. Үміт ақтау үшін ең бірінші қадамыңыз қандай болмақ? Біз енді бірінші болып, біз экологиялық кодексті қараймыз. Қайта қарайсыз? Парламентте, құрылтайда. Қайта қараймыз. Су кодексін, жер кодексін, содан кейін мемлекеттік қызметтік заңды қараймыз. Өйткені біздің бағдарламамызда, сайлауалды бағдарламамызда 5 бағыт бар. Оның біріншісі, ең басты біздің бағытымыз ол таза ауа, таза су, таза жер, ол экологиялық сұрақ. Екінші, әділ экономика. Әділ экономика ол да маңызды, өйткені жасыл экономиканың дамуын біздің қайта өңдеу, жасыл экономиканы біз елімізде дамытуымыз керек, жасыл энергетика, әділ экономика. Үшінші, жемқорлыққа тосқауыл қою, жемқорлықты тоқтату елімізде. Енді болашақ қалалар және мемлекеттің жаңағы ресурсы дұрыс пайдалану, 5-ші бағыт. Бұл 5 бағыттың бәрінің мақсаттары бар, бұл мақсаттар технологиялары бар, қалай іске асатын. Соны енді жемқорлық туралы айтайын. Жемқорлық туралы айтқан кезде мен бұл жерде фантазер болғым келмейді. Шыны керек қой, ол бәрі жемқорлық тоқтатамыз, бәрін қаматамыз деп мен айта алмаймын. Ол дұрыс емес. Біз басқаша подход жасауымыз керек. Мен мысалға айтып отырмын ба, Америка құрама штаттарында тұрдым, ол жерде бизнесті лоббировать ететін мемлекеттік қызметте адамдар болады. Заңда, заң болады. Лобби туралы заң бар. Лобби туралы заң бар. Бізде не үшін ол болмау керек? Бізде де болу керек. Не үшін мемлекеттік қызметкер шаруашылықпен айналысқанда жемқорлық заңымен жаңағы негімен таяқ жеу керек? Болмайды. Ол біз нарықтық экономикада тұрып жатырмыз. Мемлекетіміз нарықтық экономика. Бізде шағын орта кәсіпкерлікті дамыту ол маңызды. Яғни әрбір мемлекеттік қызметкер шағын орта кәсіпкерліктің дамуына қызмет ету керек. Сондықтан шаруашылықпен айналысуға мемлекеттік қызметкерлерге мүмкіндік беру керек. Бәрін бұлай солдат сияқты, әскери адам сияқты бүйтіп қысып тастауға болмайды, мүмкіндік беру керек. Әсіресе ауыл әкімдеріне, аудан әкімдеріне. Ауыл әкімі кәдімгі бір корпорацияның президенті, басшысы сияқты болу керек қой негізі. Өйткені 2000 адам тұрады, 1000 адам тұрады. Оның бәрін жұмыспен қамтамасыз ету, бір үлкен өнім шығарып, тауарды шығаратындай сондай мүмкіндік, шаруашылықпен айналысу керек. Сөйтіп, мемлекеттік қызмет заңында деңгейді, мысалы, саяси қызметкерлерге мүмкін да
заңды күшейту керек та. Ал мынау мемлекеттік қызметкерлер мынау әсіресе өңірлерде жұмыс істейді. Оларға мүмкіндік беру керек кәсіпкерлікпен айналысуға. Ода тұрған ешнәрсе жоқ. Ең бастысы жемқорлықпен айналыспасын. Иә, жемқорлық болғанда, енді жемқорлық деген қалай? Жемқорлық деген түсініктің өзі түсініксіз да. Ол субъективті нәрсе жемқорлық деген. Жемқорлық деген әр адам не істейді? Әр адам пайда іздейді. Жоқ, әр адам өмір сүргісі келеді. Өмір сүргенде жақсы өмір сүргісі келеді. Дұрыс қой? Сапалы, баласын жақсы жерде оқытқысы келеді, тәрбиелегісі келеді, баласын жақсы жерде, жақсы тамақ ішкісі келеді. Ол қылмыс па ол? Ол қылмыс емес. Ал ол яғни ондай өмір сүргісі келсе, сондай қаражат табу керек. Иә, дұрыс па? Сондықтан ол мемлекеттік қызметкер болсын, кәсіпкер болсын, бәрінен бірдей мүмкіндік берілу керек. Иә. Ал жемқорлық туралы, ал мемлекеттік қызметкер кәсіпкерлікпен айналса, оны жемқор деп оны қамап тастауға болмайды. Онда бәрін жемқор деп істесек, онда бізде орын қалмайды түрмеде. Біз өз азаматтарымызды не үшін қамауымыз керек? Ол дұрыс емес. Яғни бізге мемлекеттік заңды өзгертуіміз керек. Бірінші болып жемқорлық біз мүмкіндік беруіміз керек мемлекеттік қызметкерлерімізге кәсіппен айналысып, жұмыс жасап, қоғамға пайда әкелуге. Әсіресе аймақтық өңірлерде. Онда ол өз кәсібін өз дөңгелетіп, тендерді өз ұтып, мемлекеттік ресурстарды өзінің пайдасына шешеді ғой. Жоқ, ол жерде көрдіңіз бе? Тендер дегенді мүлдем алып тастау керек бізде. Керегі жоқ тендердің. Тендер барлық нәрсе мемлекеттің пайдасы үшін сатып алыну керек. Бітті сондай мақсат қою. Мысалы, сіз тендер аласыз, менде кім болсаңыз да, сіздің задачаңыз сол тендерді сапалы жасау. Ал қазір қараңыз, мысалы, сіз әкімсіз, әкім тендер ойнатады, алады да үшінші адам алады. Иә? Ол алады да әкімге или басқа мемлекеттік қызметкерге 20-25% береді. Ол байқұста 75% ғана ақша алады. Ол 75%-ға анау бюджетте қарастырылған қаражатқа істей алмайды анау жұмыста. Сол анау жол салады, жолдар нашар болады. Жаңағы үй салады, үйлер нашар болады, еті құлақ болады, сапасыз болады, түсіндіңіз ба? Сондықтан ол қайтадан таяқтың екі жағы бар да. Ал егер біз айтсақ бәріне ашық, мейлі әкімнің өзі алсын сол тендерді. Бірақ әкім алсын, жасасын, жаңа 25%-ін өзі алсын. Өзі алсын. Бірақ анау сапалы жасау керек жұмыста. А қазір көрдіңіз бе? Спектакль болып кеткенде, әкім ол и так 20%-ын алып отырды. Ал анау байқұс ақша жетпейді. Одан кейін дұрыс жұмыс жасалмайды. Ертең көпір құлайды, не құлайды, барады сол байқұс қамалып кетеді. Сондықтан біз, яғни мен қазір түсіндіріп атқан нәрсем, мен былай айтқан кезде қарапайым тілмен былай грубо түсіндіріп атырым да. Негізі әрине олай істелмейді. Біз деген заңды қарап, зерттеу жүргізіп, мемлекеттік қызметкерлерге шаруа аймақтық деңгейдегілерді айтып отырмын. Шаруашылықпен айналысуға мүмкіндік беру керек. Әсіресе ауыл әкімдеріне, ауыл әкімдері ол тікелей халықпен жұмыс жасайтын мемлекеттік қызметкер. Оған мүмкіндік беру керек. Ашылсын, шаруашылықпен айналыссын. Өзінің жаңағы ауылын миллионер қылсын, тауар өндірсін, салық төлеткізсін. Кәдімгі ауылдың әкімі бір корпорация, бір холдинг, бір компанияның председателі сияқты болу керек қой, президент сияқты. Оның задачасы әкімнің ауылдың әрбір адамын жұмыспен қамтамасыз ету. Әрбір адам бір тауар өндіру. Міне сондай задача қойылатын болса, ауыл деген бізде дамып кетеді, бірден дамып кетеді. Өйткені қараңыз, мен сізге айтайын, ауылдарда барсыз, әр үй қияр отырғызады, әртүрлі өсімдік өнімдерін өткізеді. Жақсы шығады ауылда, бірақ жартысынан көбісі шіріп кетеді, білесіз ба? Өйткені аудан орталығына, облысқа орталығына сатуға апаруға оларда логистикада ақша жоқ, сөйтеді шіріп кетеді мысалы. Ал егер әкім заинтересован болса, әкім алады да бәрін жинап алады да, бәрін арзан бір бағалы алады да, апарады сатады, оның түскен ақшаны әкеледі да өзінің ауылына салады, ғимараттар салады.
бітті. Әйтпесе қазір ауылдың бәрі мемлекеттік республикалық бюджетті мойнында ілініп тұр ғой. Ол керек не? Бюджет келе беруге болмайды. Мемлекеттік бюджет ал республикалық бюджет, облыстық бюджет ауыл әкімдерін жаңағыдай өздеріне мүмкіндік беру керек. Кәсіпкерлікпен айналысып, шаруашылықпен айналысып, тауар өндіріп, 1000 адам тұратын ауыл әрбір адамның мүмкіндігі бар. Көрінген тауар өндіре алады. Түсінікті. Түсіндіңіз ба? Идеяңызды түсіндім. Түсіндіңіз ғой. Енді заң тұрғысынан қарағанда енді заңды өзгертуіміз керек. Жасаймыз. Экологиялық күн тәртібіне қайта келейік. Біз енді сіз не үшін парламентке бара жатырсыз деген сұрақ қойып отырмын ғой. Сізге қатысты партияның идеологиясына қатысты сын айтатындар бар, таза мысалға экологиялық бастамалар көтереді, бірақ мемлекеттік күн тәртібін қайталайды деп. Енді мен мойындайтын бір мәселе бар. Таза Қазақстан деген идеяны қазір мемлекет Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен мінсіз атқарып жатыр. Айналаны таза ұстау, тал егу, жасылдандыру, жасыл белдеу сияқты идеяның тазалықтың не екенін халық түсіне бастады. Терең түсіне бастады бұл тазалық деген мәселені. Президенттің өзі осы бағытты қатты қолдайды. Сондықтан да мемлекет істеп жатқан шаруаны біз істейміз деу байтаққа қаншалықты жарасымды дегендерге не айтасыз? Бұл жерде енді қараңыз. Әсіресе Ермұхамед Ертісбаев, кім біздегі халық партиясының кеңесшісі, басшысының. Енді мен сол Ермұхан Ертісбаев саяси хамелеон ғой. Кезінде ескі Қазақстанда жаңа Соловей дейді ғой, сөйлесіп, сол кездегі жағдайларды айтып отырады. Кейін заман өзгеріп, ол да өзгеріп кетті. Енді қазір мысалға кезінде компартия болған партия қазір жаңағы социал-демократ болып кетті. Енді мен оларды түк түсінбеймін. Бір ұстаным болу керек қой, стержен болу керек. Стержен, бағыт болу керек. Сол бағытқа. Олар деген қай жақта қаражат көп, қай жақта билік көп, жаңағы өзгеріп тұрады. Жаңағы кезінде, сонда мен ондай адамдарды мүлдем түсінбеймін. Сіздерді барлық мағынасында да жасыл деп жатыр. Байтақ Жасылдар партиясы барлық мағынасында да жасыл экологиядан басқа ештеме ұсынбайды деп жатыр ғой. Енді қарасаңыз, мен үшін Ермұхамед Ертісбаев мүлдем түсініксіз адам. Мен оны саяси хамелеон деп айта аламын. Өйткені ескі Қазақстанда да жүрді, жаңа Қазақстанда да жүр, қай жақта әйтеуір барлық жерде жүреді. Содан кейін тыңдасаң, барлық нәрсені біледі ғой. Супермен ба, түсініксіз. Мен түсінбеймін ондайды. Мен әр уақытта, енді мен мүмкін физмат мектебін бітіргенде мен өте прагматичнмін. Мен мысалға білетін затпен ғана айналсам. Айқын, өзіме түсінікті білетін затпен. Білмейтін затқа мен жоламаймын. Енді ол бір деп қойыз. Екіншіден, ол Қазақстан телеарнасында дебат өтті бірінші. Сонда біз Нұргүл Жұмахмет деген Жұмахмет қызы деген көп бала ана 11 баланың анасын жібердік дейді. Енді шыны керек қой, Нұргүл Жұмахмет қызы менімен бірге 2017 жылдан бері жүр. Ол 11 баласы да бәрі біздің партияда ағаш отырғызып, аңгезе барлық жерге қатысады. Негізі бір нәрсені айта салайын. Нұргүл Жұмахмет қызы ол 11 баланы бақып қана қойып отқан жоқ ол кісі. Ол кісі қоғамда өте белсенді адам. Мынау мерейлі ана деген қоғамдық бірлестік құрды Астана қаласында. 2,5 жыл бойы көп аналардың басын біріктіріп, оларға жаңа грант, тағы да басқамен көмектесіп жатқан мықты белсендінің бірі. Одан кейін өзі Қызылорданың қызы қазақ тілін өте жақсы біледі. Сосын өте сөйлейді дебатқа. Енді біз сол жағын бәрін қарай отырып бірінші дебатқа шығардық қой. Ол жерде мынандай технология болды бізде тоже. Біз енді ол бірінші дебат қой. Қазақстан деген тек қана галстук тағып, қара костюм, ақ көйлек киген адамдардың мемлекет емес қой. Бай қуатты олигарх немесе сол мемлекет қызметкерлердің мемлекет емес қой. Бұл жерде 98% ол көп бала аналардан туған балалар, көп үлкен кісілері бар,
инженерлер бар, әртүрлі саланың адамдары бар ғой. Сондықтан біз бірінші дебатта көп бала ананы, 11 баланың анасын бүгін күні елімізде қандай белсенді екен, қарапайым жерден шығып осындай елге қызмет етіп жатқан көрсету үшін біз шығардық. Бірақ енді көрдіңіз, сол кезде Алматы қаласында өтті. Алматы қаласында біздің активпен көп таныстық жоқ етін да, Нұргүл Жұмахметқызы жалғыз болып қалды да. Бірақ енді жанұясынан адамдар барды. Мен барайын дедім. Соны барайын деп едім, біздің партияластар айтты, енді бұл жерде партия төрағалары болмайды, сіз болмауыңыз керек деп, содан мен барған жоқпын. Ал негізі егер мен барғанда, оған мен жақсылап тұрып қолда көрсеткенде, ана жерде ешнәрсе қысылмаушы еді ол. Сөйтіп ол Алматыда өтті да, сөйтіп сондай жағдай болып қалды. Ол ана жерге теледидарға барған кезде, жаңа студияға барған кезде бәрі жарқ-жұрқ етіп, светтер жанып тұрды. Соның бәрі одан кейін қобалжыды ғой. Одан кейін бір қызығы жаңағы өздерін бизнесменбіз деп санайтын өтірік партия бар ғой, соның бір қыз бала шықты сол жерден. Екатерина Смолякова ма? Иә, сол шықты, сол сұрақ қойды. Сұрағы, мен енді өзім экономистпін, макроэкономиканың маманымын. Қандай ондай адам қалай депутат болып жүр? 3 жыл депутат болған адам сұрағы ұят. Енді сұрағы бір-бірімен келіспейді да, 60% бір нәрсе. Әрине Нұргүл Жұмахметқызы ана несіп түсінбей қалды да. Өтірік сұрақ болды да. Ол айтады, сендер дейді 50-60%-ға жаңағы төлеткізейін деп отырсыңдар, тағы басқа деген. Ондай біздің бағдарламамыз ондай сөз жоқ. Салық па? Яға салық. Ондай бізде жоқ. Соны әрине Нұргүл Жұмахметқызы біздің программада жоқ. Қалай жауап берерін білмей қалды да. Ана қызға қарайды, әдемі келген, депутат болған, енді ол өтірік айту мүмкін емес қой деп ойланып қалды, сол жерде тоқталып қалды. Негізі біздің сол жерде дебатқа барғады ғой, мен бәрін тыңдадым ғой, енді бар ғой, сұрақты да дұрыс қоюды үйрену керек қой, сөйлеуді де дұрыс үйрену керек, экономиканы да дұрыс білу керек, бәрін де білетін нәрсені ғана қою керек, білмейтін нәрсені қойып, өтірік затты қойып, жаңағы көпшілікке ұнап қалу деген, зуылдау деген нәрседен кету керек бізге, саясаткерлерге. Дұрыстап, ойың бар ма, ашық айт. Бірақ нақты болу керек. Ол мемлекетке пайда келетін нәрсе болу керек. Сол жерде біздің Нұргүл Жұмахметқызы кішкене қысылып қалды да, сондай болды. Бірақ мен ойлаймын, бұл басы, мен Нұргүл Жұмахметқызыға айттым, енді сіз Facebook парақшаңызды барлық жерде шығыңыз. Сіз сияқты 11 баланың анасы ертең саясаткер болатын болса, депутат болатын болса құрылтайдың, ол мемлекетіміз үшін қандай үлкен жетістік. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жүргізіп жатқан әділетті Қазақстанның әділеттілігі орындады деген сөз. Егер тек қана біз байқуаттылар, ақшасы бар, қаражаты барлармен бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер кіргізетін болсақ, баяғы жартас сол жартас болып қалады. Сондықтан бізге жаңа адамдарды, қарапайым адамдарды кіргізуіміз керек. Қарапайым адамдар. Бізде қараңызшы, кеше екінші дебат өтті. 7-ші арнада. Иә, 7-ші арнада. Енді ұят бар ғой, партиялардың соншалықты халықты мазақ қылғаны. Журналистерді жіберген. Енді журналистер әрине микрофонда сөйлей салады. Олардың да құқы бар ғой сөйлеуге. Жоқ, сөйлеуге құқы бар ғой. Бірақ енді ол депутат болуға. Жоқ, мәселе ода емес. Мәселе журналистер ол барлық жерде жүр ғой, ол бәріміз журналистерді құрметтейміз ғой. Бірақ енді олар құлыққа келіп сөйлейтін адам бірде-бір болмағаннан кейін тез арада бір журналистпен келісім шартқа келіп, жаңа сол шығарғандар ұят болған екен ол. Журналистер біз айтқан кезде тек қана біз кәсіби маман бізден шықты. Аслан Әділханович екінші дебатта 21 жыл дәрігер болған, ақ халат киген адам. Оның сөйлеген сөзін тыңдадыңыз ба? Сіз қараңыз, біз саясатқа қалай қараймыз? Біз клондарды, тағы басқан жібермейміз. Блогерлерді, нені біз жібереміз саланың маманын, сол салада жұмыс істеген. Жаңа бірінші жіберген адам Нұргүл Жұмахметқызы, 11 баланың анасы, ол 11 баланың анасы болып отқан жоқ. Белсенді қоғамда, қоғамдық ұйым құрып, көп бала аналарға көмектесіп отырған адам. Оны біз көрсетейік дегенбіз. Көп бала аналар тек қана мемлекеттен тұтынушылық көмек сұрамайды. Сонымен қатар олар мемлекетке көмектесе алатын адамдар екенін көрсету үшін біз шығардық ол кісіні. Оны дұрыс түсіне білу керек. Екінші шыққан Аслан Әділханович 21 жыл ақ халат киіп дәрігер болған адам.
иә, ол өзінің дәрігері, ол өзінің ситуацияларын айтты. Біздің партияның бәрін идеологиясын айтты. Мысалға, ол қай кім бар ана жерде? Бұрын әкімнің орынбасары болған, облыстың адамы шығарды. Одан біреусі тағы да бір журналисті шығарды. 3 журналист шықты ана жерде. Одан кейін жаңағы өсімге ақша беретін адамдар шықты мысалға. Енді жоқ. Не істе? Анау түсіндім айтты. Жоқ, мен баруға түсінбеймін баруға. Ят емес па? Өсімге ақша береді деп. Жоқ, енді бай қуаттыларды шығара берсек не болған? Сонда не? Бірден 2-3% қандай бай қуатты бар, сонда не қалған 97%. Бұл енді кандидат қой, өздері біледі. Сіз жоқ. Мен сіз ойыңызды түсіндім. Саясат деген кішкене басқаша. Байсың ба? Автокөлігіңді әдемі киін, жақсы үйде өмір сүр. Саған, ал енді сен саясатқа кірдің ба? Таста, байлығыңды көрсете берме ол жерде. Таста, сен халыққа қызмет ет. 97% ол күнделікті өмір сүретін халық. Соған қызмет етуің керек. Бұл жерде байқау керек. Мен мысалға, маған шыны керек, басқа партиялардың жасаған істері жиіркенішті болды. Шыны керек, ол дұрыс болмайды. Саясатпен айналысың ба? Халқыңды жақсы көруің керек, ұлтыңды жақсы көріп, ұлтыңа қызмет ету үшін адамгершілік қасиетіңді пайдалануың керек. Ол жерде тек қана байлықты көрсетіп, ақшаңды көрсетіп, әдемі үйіңді көрсету деген ол саясатта ұят нәрсе. Ондай жағдай қарапайым халықтың қасында болу керек. Міне, біз осы өткен 2 дебаттада біз халықты көрсеттік. Халықтың бейнесін көрсеттік. Өкілдерін көрсеттік. Кеше де дебат болды. Өкілдерін көрсеттік. Міне, біздің ерекшелігіміз осы да. Сіз сұрап жатсыз ғой, не сізді қандай табандылық? Міне, менің табандылығым айтады, Абай айтпесе сізде де ақша бар ғой. Абайдың қара сөзі бар. Досы көппен сыйлас, досы жоқпен сырлас дейді. Қайғылыға жақ бол дейді, қайғысыздан сақ бол дейді. Қазір қайғылы адамдар кім? Ол ауылда жүрген, жаңағы, оларды көрсетуіміз керек. Біз осыларды көрсетуіміз керек. Міне саясат, біз қоғамды көрсетуіміз керек. Бай адам, бай қуатты адам ол кім? Ол аспандағы адам. Оған, егер сіздің аймағыңызда ауа нашар болса, басқа Дубайға көшіп кете алады ол, Америкаға көшіп кете алады. Ол қазаққа, қарапайым халыққа ол кепіл емес. Қарапайым адамға кепіл өз сияқты адамдар. Кеше де дебат болды, Ақжол Республика партияның өкілдері шықты, әртүрлі сөздер айтылды, қазір сол талқыланып жатыр. Мен енді Ақжол партиясын шыны керек қой енді. Ақжол партиясының мемлекетке жасап жатқан ісі өте көп. Мен Дания Еспаеваны, ондағы партияларды мен өзім құрметтеймін негізі. Ол енді бәсекелес болса да ол шындықты айту керек. Олар жұмыс жасап жатыр. Әр жерде әйтеуір дауыстар шығып. Бірақ мынау республика деген партия мен мүлдем түсінбедім. Бәрі бизнесмен біздейді. Мен енді бизнестен шыққан адам, мен MBA бітіргем, қаржы, маркетинг, тауар өндіру, мен ол мамандығым. Мен ол қандай тауар өндіріп, қандай тауар сатып жүрген адамдарды екенін түсінбеймін мен олардың. Кешегі республика партиясының жаңағы төрағасы, көшбасшысының айтқан сөзі мен жаныма қатты батып кетті. Абай Құнанбаев туралы айтқан сөзі. Абайды абай еткен Құнанбайдың малы дейді. Сұмдық. Сонда не, малы барлығы адамның бәрі Абай сияқты адам шығара ма екен? Ұят емес па? Абай Құнанбаев ол әлемдегі ең мықты 3 ойшылдардың біреусіне кірген адам. Ол әлемдік дәрежедегі адам Абай Құнанбаев деген. Құнанбайдың малы сияқты мал болмады ма? Бұл сұмдық қой, бұл қандай таяздық. Осындай таяз адам үлкен партияның көшбасшысы болып отыр ма? Түсініксіз мен. Сондықтан әрине мен бұл жерде жаным оның үстіне кеше Абай атамыздың туған күні болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев таңертең айтты. Президент құттықтады Абайдың күнімен. Кешке жақын Абайды абай еткен Құнанбайдың малы деп айтқан сөзі, енді бұл сұмдық, бұл қазақта кешірілмейтін сөз. Бұны кешіруге болмайды. Егер бұл кешірілетін болса, онда ертең осы сөздің бәрі қайталайтын болады.
Бұл абайға тіл келтіру деген сөз, қазаққа тіл келтіру деген сөз. Абай ол қазақтың бейнесі. Абайды оқып өстік қой. Абай жолын мен 10-шы сыныпта оқыдым. Мен әрбір сөзін жатқа білем абай жолын. Абай мысалға, абайдың ауылында абай көрдім, қандай. Абай біздің жаңа қазақ ұлтының көшпенді өмірден технологиялық жаңа заманауи өмірге көшу кезіндегі берген ұлы адамның бірі тұлға болып саналады. Сондықтан қарапайым халыққа айтам, мынадан кейін егер осы сөзден кейін республика партиясы құрылтайда отыратын болса, мен білмеймін, бұл деген сұмдық, таяздық, не ақша, қаражат деп. Партия деген ол бірінші идеологиялық ұйым, ол бизнес компания емес, ода капитализация деген жоқ, олда қаражат, ол идеология болу керек. Онда солардың идеологиясы қандай болғаны? Одан кейін тағы бір айта кетейін, шындықты айтуым керек, оны мен айтам, көп айтам. Бізде негізі Қазақстанда 3 саяси партия бар. Үшеуі кәсіпкерлікті, фермерлердің үшін жауапты. Ол мысалға Ақжол партиясы, енді Ақжол партиясы ол жұмыс жасап атқан көріп отырмыз, бірақ бәрінде ол да кәсіпкерлер партиясы болып саналады. Екінші республика партиясы, одан үшінші ауыл партиясы, фермерлердің партиясы. Оның бағдарламасы оқысаңыз көресіз, агропромышленность, агросектор, сол жақтарды қарап отырда, мысалы 3 бізде саяси партия бар, кәсіпкерлікке жауапты. Бірақ олардың бәрі 20 жылдай жүр. Қараңызшы, кәсіпкерлік одан өсіп жатыр ма бізде, шағын орта кәсіпкерлік? Бізде экономикамыз өте қарапайым экономика. Біз мұнай жер асты байлығынан түскен ақшамен өмір сүріп отқан дейміз. Біздің 80% бюджетке түсетін ақша ол жер асты. Қой деймін, қателеспесем. Жоқ, басқа шикізаттарды қосқан кезде, барлық шикізатты қосқан кезде, уран бар, тағы басқа 80% бюджетке. Бізде экспорт, импорт бар ғой? Макроэкономикада 4 бөлігі бар. Бірінші мемлекеттің ақшасы, екінші жанұяның, үшінші бизнестің, төртінші импорт-экспорт дейді. Бізде экспорт көп шикізат арқылы. Содан түскен біз бюджетіміз толтырып отыр. Енді қараңыз, қалған бәрі жарату бізде. Шағын орта кәсіп соған қызмет ету, жарату. Ол мұнайлы мемлекеттердің сондай ауру болады, экономикалық тұрақсыздық деп саналады. Енді қараңыз, шағын орта кәсіпкерліктің үлесі бізде әртүрлі цифрларды айтады ғой, бірақ мен нақты айтайын, 20%-дай бізде. Бізде осыдан 20 жыл бұрын, 25 жыл бұрын шағын орта кәсіпкерліктің үлесі 35-40%-дай болған, 35%-дай. Қазір 20%-ға төмендеп кетті. 3 кәсіпкерлікті қолдау саяси партиясы бар. Сонда олардың жұмысы не болып тұр? Олар айтады, біз кәсіпкерлікті қолдаймыз деп кәсіпкерліктің дауысын алады. Барады да кәсіпкерлікті дамытуға үлес қоса алмайды. Біздің несиелердің бәрі өте қымбат. Кәсіпкерлік қалай дамиды? Салық қымбат. Білесің, осы партиялар парламентте отырған кезде қосымша салық өсіп кетті. 16%. Дауыс бергендер бар. Өздері дауыс берді. Сондықтан мен түсінбеймін, олардың ісі мен сөзі сәйкес болмай жатыр да. Бұл шындықты айту керек. Мен айтам. Бірақ бұл жерде сіздерге айтайын. Саяси партия деген ол идеологиялық ұйым. Оның идеологиясы мықты болу керек. Ол ақшамен сатып ала бермейді, ол ақша, ондай қаражат жоқ. Сондықтан олар идеологиясы арқылы айналасына единомышленниктерді жинайды. Сол единомышленниктердің арқасында партия өмір сүреді. Солардың салған взностары, солардың қолдау көмектері арқылы партия жұмыс жасайды. Міне партия деген солай өсу керек. Айтпақшы, соңғы сұрақ деп айтайын. Айта кетейін, біздің партия мемлекеттен қаржыландырмайтын партия. Осыған келе жатырмын. Жарына мен күн көріп отырсыздар, жаңағы 150-170 мың адамнан. Сіз өткенде жеке қаржымды салам деп айтып қалдыңыз, әлі де салып келе жатырсыз ба? Мына сайлау науқанында мен өз жеке қаражатымды салып жатырмын, бірақ бұл жерде шындықты айту керек. Тағы да 2 адам бар,
көмектесіп отқан. Айтпайсыз ба кімдер екен? Енді партиямыздың айналасында жүрген олар бай қуаттылар емес, олигарх емес олар. Кәсіпкерлер ма? Кәсіпкер болғанда өндірісі бар, кішігірім өндірісі бар жігіттер. Біреусі өндірісі бар, екіншісі жаңа қызмет түрімен айналысады, IT саласында. Сондай кішігірім кәсіпкер, шағын орта. Солар көмектесіп отыр. Қалғандар бәрі азғантай, там 100 мың, 200 мың теңге сондай бір взностар арқылы көмектеседі. Сондықтан біз сонымен өмір сүріп отырмыз. Өйткені біздің ерекшелігіміз, біздің идеологиямыз мықты болғандықтан бізде 1000-жарым мың адам бар. Біздің идеологиямызға сеніп отқан адамдар бар. Олар энтузиасттар дейді. Олар еріктілер. Біз нағыз еріктілердің басын біріктіріп отырмыз. Олар біздің партиямыз қолдап, жан-жақтан партиямызға жұмыс жасап жатыр. Ондай бізде 90% бізді қолдаушылар сол еріктілер. Мен содан кейін жаным шығып жүрген сондай жүкті алып, халықтың мен қазір сайлауға, құрылтайға барады. Ертең құрылтайға біз міндетті түрде өтуіміз керек. Мен ол өйткені біз халықтың дауысын аламыз. Өйткені ана жүк деген оңай емес мен үшін. Мен 23 жылы сайлауға қатыстым, сол жүк болды менде. Бірақ мен оны әйтеуір ол мәселені ашық жариялап, бәрін неғып, ол мәселен бәрі шешілді. Ал қазір қаншама адам маған сеніп отыр партияның идеологиясына. Сондықтан маған әлсіздік қазір көрсетуге болмайды. Мен артымда келеткен адамдар келеді. Егер менің алдында әділетсіздік болатын болса, ол оңай нәрсеге әкелмейді жақсылыққа. Ол мен айта кетейін. Сондықтан мен осыншама халықтың сенімін алып отырып, сол сенімді маған ақтау керек. Басқа менде жол жоқ. Біз президент Қасым-Жомарт Кемелұлының әділетті Қазақстан саясатын толық түрде қолдаймыз, оны ашық айтып жүрміз, оны білесіз. Біз оны жасырғанда емеспіз. Өйткені мемлекетті көтеретін ол тұлға. Президент біздің ол тұлға. Ал оны идеяларды іске асыратын ол біз. Сондықтан әрине әртүрлі күштер бар, әртүрлі топтар бар жүрген. Олар бізге қарсы жұмыс істеп жатыр, дос емес, істер істеп жатыр, бірақ президент бәрібір көріп отыр ғой, кімнің кім екен. Жаңағы мен туралы ақпараттар жібереді екен, жаңағы негативный ақпараттар. Енді мынаншама адаммен жұмыс істеген кезде, кейбір кезде мысалға ашуланасың. Кейбір кезде мінез көрсетесің, кейбір кезде жылы сөйлейсің, жай сөйлейсің, әртүрлі технологияны пайдаланасың да халықпен жұмыс істеу деген оңай зат емес. Сондықтан осының бәрін жасап отырып, сол жаңа ашуланған кезде бір нәрселер түсіріп алып, мені барып басқа негативный түрде көрсеткісі келеді да. Енді ол дұрыс емес деп санаймын. Біз бәрібір де шындық бар елімізде, әділдік бар. Сондықтан біздің партиямыз бұл сайлауды жеңіп шығады. Оған мен сенімдімін, менің артында маған сеніп жатқан адамның бәрі сенімді. Рахмет, Азаматхан Сайлаулы. Адамды алға жетелейтін ол сенім, ал саясат деген күрес. Осы күресте сәттілік тілейміз. Шын мәнінде идеология түсінікті, күн тәртібі түсінікті, қозғайтын мәселелеріңізді ашық айтып отырсыз. Рахмет, келіп ашық пікір білдіргеніңізге. Енді саяси партияның көшбасшылары осылай ашық сұхбаттарда барлығын айту керек, жеткізу керек. Сізге сол үшін алғыс білдіремін. Рахмет. Енді сіздер, құрметті көрермендер, пікір жазыңыздар, ой білдіріңіздер. Біз сайлау науқанын қазір бақылап көріп, өздеріңізге ақпаратты мәліметтерді жеткізіп жатырмыз. Саяси партиялар өкілдерін шақырып жатырмыз. Ең бастысы ел тыныш болсын, амандықта жүздесейік.